Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін чак-чак дайындаймыз. Ол үшін бізге тұз, сода, жұмыртқа және ұн қажет. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр қылып илейміз. Қамырды иін қандырып, қайтарып илейміз осылай. Мінекей қамырымыз біздің дайын. Бетіні жауып, тұндырып қойып қоямыз. Бізде 15 минут уақыт өтті. Екіге бөліп, осылай домалақтаймыз. Бір жағын алып қойып, бір бөлігін жаямыз. Егер сізде оқтауыңыз үлкен болса, үлкен күйінше жасай берсеңіз болады, екіге бөлмей. Менде оқтауым кішкентай болғандықтан екіге бөлдім. Мінекей видеодағыдай кесеміз. Арасына ұн салуды ұмытпаңыздар. Қазір кескен кезде әйтпесе бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Осылай етіп кесеміз. Мінекей. Жабысып қалмас үшін осылай жайып қоямыз. Мінекей бірінші дайын, енді екінші бөлігін жаямын. Мұнда осылай кесеміз. Мінекей кесіп болдық, осылай жасаймыз. Бір-біріне жабысып қалмау керек. Бірінші бөлігін алып пісіре бастаймыз. Мінекей осылай май құямыз. Аз-аздан салып, қызып тұрған майда пісіреміз. Пісірген кезде біркелкі араластырып тұрыңыздар. Себебі араластырмасаңыздар бір жағы қатты қызарып кетсе, бір жағы ақшыл болып қалады. Ол кезде чак-чактарыңыз дұрыс шықпай қалады. Сондықтан араластырып тұрыңыздар, тез піседі. 40-50 секундта пісуі мүмкін. Сондықтан қасында тұрып араластырған жөн. Мінекей бізде дайын болды. Егер сізге қатты қызарғаны ұнаса, кішкене қызартсаңыз болады. Маған ақшыл болған ұнайды, сондықтан ақшыл қызыл етіп жасадым.
Қамырды аз салған дұрыс, арасында сода болғандықтан тез көтеріліп, көбейіп кетеді. Араластыру қиын болып қалады, сондықтан аз салып жасаңыздар. Мінекей бәрін пісіріп алдым. Енді бізге күнжіт, мейіз және греческий орех керек. Мен күнжітті алдын ала қуырып алып, осылай салдым. Енді біз жаңғақты осылай пышақпен бөлеміз. Басқа блендермен немен бөлсеңіздер болады, ол кезде қатты майдаланып кетеді. Пышақпен бөлген дұрыс. Осылай саламыз. Енді сиробын дайындаймыз. Ыдысымызға қант, су құйып араластырамыз. Және бал саламыз, мед. Балдың таза болуы маңызды. Қою таза болса, сіздердің чак-чактарыңыз жақсы, бір-біріне бірігіп, әдемі болып шығады. Осылай салып, қайнатамыз. Кішкене қоюлана түседі. Бір келкі қою массаға айналады. Біздің массамыз дайын. Енді құямыз. Қолмен емес, осындай ағаш таяқшамен араластырыңыздар, себебі сиробымыз ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Мен осындай листті пайдаландым. Оның үстіне пергамент қағазын төсеп, осылай жасаймыз. Егер сіз табаққа, әйтпесе басқа да шұңғыл ыдысқа жасасаңыз болады. Осылай жайып дайындап аламыз. Пищевой пленканы осылай қойып, үстінен нығыздап, қаттылап басамыз. Біздің чак-чактарымыз қатты нығыздалу керек. Видеодағыдай жасаймыз. Мінекей қатты нығыздалды. Енді мейізді осылай қойып әрлеп шығамыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай қойсаңыз болады. Жаңғақ қойсаңыз болады, қоймай қойсаңыз да болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Енді холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің 2 сағат уақытымыз өтті. Қазір кесіп көрсетемін. Мінекей, қандай керемет болып шықты. Қараңыздаршы. Өте дәмді болып шықты. Дастарханда ерекше болып, әдемі болып көрінеді. Қонақ шақырғанда, балаларыңызға, жақындарыңызға үй жағдайында сіздер де осылай дайындап беріңіздер. Міндетті түрде керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.